Сәлем балалар, бүгін біз термодинамиканың екінші заңымен танысамыз. Бұл заң табиғаттағы барлық жылу және энергия алмасу үдерістерінің бағытын түсіндіреді. Мысалы, ыстық шайға мұз салсақ мұз ериді, шай суиды, бірақ ешқашан керісінше болмайды. Яғни шай өздігінен суықтап тұрған мұзды қайта қатырмайды. Міне, осы жылу үдерісінің қайтымсыздығы. Яғни энергия тек жоғары температурадан төмен температураға қарай беріледі деген сөз. Бұл заңды қысқаша былай айтуға болады. Энергия ретсіздіктен ретке өздігінен ауыспайды. Өмірде қолданылуы мұздатқышта, тоңазытқышта, жылу салқындатқыш арқылы сыртқа шығарылады. Тоңазытқыш екінші заңға қарсы әрекет етеді, бірақ оны жүзеге асыру үшін сыртқы энергия, электр қуаты қажет. Автокөлік қозғалтқышында отын жанғанда пайда болған жылу энергиясы жұмыстың бір бөлігіне айналады, ал қалған бөлігі жылу ретінде сыртқа тарайды. Энергетикада жылу электр станцияларында бу турбиналары осы заң бойынша жұмыс істейді. Жоғары температуралы бу энергиясын жұмысқа және төменгі температуралы ортаға бөледі. Табиғатта күннен келген энергия жерді жылытады, ал жер өз энергиясын ғарышқа таратады. Сондықтан термодинамиканың екінші заңы бұл табиғаттағы жылу қозғалысының бағытын анықтайтын негізгі заң. Ол бізге қай үдеріс өздігінен жүреді, ал қайсысы сыртқы күштің әсерін қажет етеді, соны түсінуге көмектеседі. Ендеше есте сақтайық, балалар, энергия жоғалмайды, бірақ әрқашан бір бағытта таралады, ретсіздік артады.